Өздеріңіз жақсы білесіздер, былтырғы жылдың 7 қаңтарынан бастап тұрғын үй қатынастары туралы заңға көп өзгерістер енгізілді. Оның ішінде енді айтып кететін ең басты мәселе ол жаңа нысандарды құру. Тұрғын үйлерді басқару және күтіп ұстау мәселелері бойынша 2 нысан көзделген. Оның ішінде мүлік иелері бірлестігі, екінші жай серіктестік. Екеуінің айырмашылығы енді мүлік иелері бірлестігі ол заңды тұлға, жай серіктестік ол заңды тұлға емес, жай шарт негізінде жұмыс жасайтын жай серіктестік. Енді айтып кету керек, сол заң күшіне енгеннен кейін 2,5 айдың ішінде норматив құқықтық актілер дайындалды. Яғни былтырғы жылдың мамыр айынан бастап Қазақстан тұрғындары осы 2 нысанның біреуін таңдап көшуге мүмкіндікке ие болды. Ең басты айтып кету керек, бұл мүлік иелері бірлестігін құрастыру, ұйымдастыру үшін бірден жиналыс өткізу керек. Карантин кезінде жиналысты тұрғындар көбісі өткізе алмай қалды. Өйткені жиналысқа тыйым салынды. Көбісі бірінші жиналыс өткізілмеді деген хаттама жасау керек. Әрине міндетті түрде ол жиналысқа 5-6 адам келсе де, 10 шақты адам келсе де, яғни оны хаттамаға тіркеп, хаттамадағы бірінші сұрақ кворум жиналмады деп тіркеу керек. Екінші сұрақты, яғни кворум жиналмағаннан кейін жазбаша сауалнамаға көшеміз деген сұрақты қою керек. Сол күннен бастап жаңағы бастамашы топ дейміз, былайша айтқанда инициативный группа, бастамашы топ кемінде 10%-дан тұру керек тұрғындарда. Мысалы 100 пәтерлі тұрғын үй болатын болса, онда 10 адам хабарламаға қол қойып, өзі ат жөнін жазып, пәтердің нөмірін жазып, сол хабарлама қол қойғаннан кейін сол күннен бастап жазбаша сауалнама өткізу мүмкіндігі бар. Яғни 7 күн ішінде жазбаша сауалнама парақтары таратылу керек. Ол парақта жаңағы ең басты сұрақтар үй кеңесін құруы, одан кейін ревизиондық комиссияны құруы, пәтер бірлестігінің төрағасын сайлау, жаңағы мүлік иелері бірлестігін құрамыз, немесе жай серіктестік құрамыз деген сұрақ болу керек. Сол сұрақтар түгелін реттеп келіп, 7 күн ішінде жаңағы жазбаша сауалнама парақтары таратылғаннан кейін 23 күн ішінде жаңағы парақтар жинау керек. Яғни жалпы түгел жұмсалатын уақыт дейміз, 1 айдың ішінде жазбаша сауалнама өткізілу керек. Енді жиналыс өткізуде және жазбаша сауалнама өткізу тетігі бірдей, дауыстарды санауда бірдей, онда ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалы 100 пәтерлі тұрғын үйді алатын болсақ, онда жазбаша сауалнамаға немесе жиналысқа 50%-дан астам адам келу керек. 100 пәтер үй болатын болса, онда кемінде 51 пәтер иелері кооперативі қатысу керек. Сол 51 адамнан көпшілігі, яғни 26-27 адам мүлік иелері бірлестігі немесе жай серіктестік таңдауына дауыс беретін болса, онда шешім заңды деп қабылданады. Сол шешім міндетті түрде хаттамаға толтырылғаннан кейін жазылып, оның ішінде үй кеңесі кемінде 3 адам тұру керек. Үй кеңесі мен ревизиондық комиссия ол 3 жылға сайланады, ал мүлік иелері бірлестігі 1 жылға сайланады. Сол хаттамаға түгел тіркеліп, жазбаша түрде өткізетін болса, онда әрине ол хаттаманың астына қабылдаған бүкіл жазбаша сауалнама парақтары тіркелу керек. Яғни олар дұрыс толтыру керек. Сызып, бір жазудың үстіне екінші жазу, өшіру, онда деген болмау керек. Таза нысандарына сәйкес, белгіленген нысандарына сәйкес толтырылу керек. Сол хаттамамен қоса парақтары тігілу керек. Олар нөмірлену керек және тігіліп, астында жіппен тігіліп бірге жүру керек. Ол түпнұсқа жалғыз экземплярда ғана болады. Сол енді бірлестікті құрамыз деген жиналыста бірден шешім қабылдау керек. Типтік жарғы деген бар. Ол типтік жарғы бізде норматив құқықтық актілерде көрсетілген. Содан типтік жарғыны алған кезде оған келісім беретін болса, тұрғындар сонда хаттамаға толтырып, типтік жарғымен жұмыс істейміз деген шешім қабылданғаннан кейін
халыққа қызмет көрсету орталықтарға 4 құжат тапсырылады. Оның ішінде бірінші өтініш, екінші хаттаманың түпнұсқасы, үшінші типтік жарғы дейміз. Типтік жарғының басына мекен жайы және бірлестіктің аты жөнін жазады. Ол типтік жарғы 2 данада тапсырылу керек. 2 дана мемлекеттік тілде, 2 дана орыс тілінде. Содан кейін 4-ші құжат ол бюджетке төлейтін төлемақы. Ол бүгін 1 МРТ, яғни қазіргі таңда 2917 теңге құрайды. Осы 4 құжат халыққа қызмет көрсету орталығына тапсырылғаннан кейін 5 күн ішінде тіркеуші орган тексеріп құжаттарды реттегеннен кейін 5 күн ішінде жаңағы бірлестікті тіркеген анықтамасын береді. Екінші, ол типтік жарғының 1 данасын қайтарады. 1 данасы қайтқанда оның артында тіркеуші орган мөрі болады. Осы күннен бастап мүлік иелері бірлестігінің төрағасы 15 күн ішінде екінші деңгейлі банктерде есепшот ашу керек. Ол бірінші есепшот ол ағымдағы жөндеуге, екінші есепшот күрделі жөндеуге арналған есепшот. Сол күннен бастап оны ашқаннан кейін ол осы бізде единый платежный документ дейді, соны шығарып беретін, басып беретін мекемелерге өтініш беріп, бүкіл ақшаны өз есепшотына аудару керек. Содан бастап оның былайша айтқанда кәсіпқой жұмысы басталып кетеді. Бүгінгі күнге анықтама бойынша, Әділет министрінің анықтамасы бойынша 917 мүлік иелері бірлестігі тіркелді Қазақстан бойынша. Жай серіктестік ол жергілікті атқарушы органдардың мәлімет бойынша 1500. Енді көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғындары өз еркі бар, қай нысанды таңдау. Жаңағы жиналыста екі шешім қабылдау болады. Біреуі енді мүлік иелері бірлестігі, мен айтып кеттім, ол заңды тұлға. Оған жаңағы 50%-дан астам дауыс беру керек. Шешімі реттеліп, жаңағы көпшілік қабылдау керек. Ал енді жай серіктестік деген ол енді заңды тұлға емес. Ол яғни тұрғындар өзі келісім шарт бойынша жұмыс жасайды. Ол келісім шартқа әрине 100% түгел қол қою керек. Бір адам қол қоймаса, онда жай серіктестік құрылды деп айтуға болмайды. Және одан кейін ол әкімшілікке бару, жаңағы мәліметін көрсеткен кезде әкімшілік оны тіркемейді. Яғни бұл жерде қиыншылығы неде? Жай серіктестік құру, ол 100% келісім болу керек. Енді мына көпшілік қазір айтып отырмыз ғой, мына мүлік иелері бірлестігі 900-дан астам құрылды. Оның көбісі мына Нұр-Сұлтан қаласы мен Алматы қаласында, яғни 300-ден астам мүлік иелері бірлестігі және көпшілігі осы екі қалада жай серіктестер құрып жатыр. Мына қазіргі таңда осы нысандарға ауысып жүрген көппәтерлі тұрғын үйлер, олардың басшыларымен, олардың төрағаларымен біз көп кездесу өткізіп жатырмыз. Және де ол кісілерді осы біздің телеканалдарға интервью, радио болсын, басқа да бүкіл ақпараттарға тартып, солармен жұмыс жасап, олар жаңағы өз нәтижесін, өз өткен жолын бүкіл халыққа жариялап жатыр. Енді көбісінің айту бойынша осы қағидат дейміз, бір көппәтерлі тұрғын үйде бір бірлестік, бір есепшот әжептәуір жақсылыққа келіп жатыр. Ол яғни ақшаның түгел мониторингі, оны жұмсауы, оны қалай жұмсаймыз, ана жұмыстарға жібереміз, мына жұмыстарға жібереміз, өзі шешетіндер, өз тұрғындар. Яғни жаңағы мүлік иелері бірлестігінің тұрғаннан кейін оған жауап беретін бірлестіктің төрағасы, оны бақылайтын үйдің кеңесі. Үйдің кеңесі былай қарасақ көп несі бар, күші бар деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы осы нысандарды айырбастау, біреуін таңдау, оның ішінде тағы да басқарушы компания немесе басқарушы
тұлғаны да таңдау, басқа да шешімдерді оперативті түрде өздерінің шешу мүмкіндігі бар. Яғни оған жиналысты жинап керек жоқ. Осы үйкелес жиналып 4-5 адам өздері шешім қабылдап, өздері хаттама толтырып, жұмыстарын әрі қарай жалғастыру мүмкіндігі бар. Ол жұмыстар, ол хаттамада көрсетілген шешімдерді жаңағы төраға, бірлестіктің төрағасы орындау керек. Әрине одан кейін ол енді ай сайынға есеп шоты бар. Ай сайын есеп беру керек тұрғындарға. Бұрын, мысалы, бұрынғы ескі нормаларға қараған кезде кварталға бір рет беруші еді, 3 айда бір рет. Қазіргі таңда бұл есеп шот бір айдың ішінде берілу керек. Бұл сұраққа айтып кету керек. Яғни мына заң жобасында жұмыс басталған кезде осы министрлік тарапынан жұмыс тобы құрылды. Оның ішінде көп сырттан шақыртылған адамдар, оның ішінде эксперттер, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығында жұмыс жасайтын азаматтар, көп ассоциациялар, жаңағы практиктер дейміз, көбісі қатысты. Тағы да айтып кету керек, мына мәжіліс қабырғасында жиналған жұмыс тобы ол 130 адамнан асып кетті. Оның ішінде мәжіліс депутаттарынан 15 адам қатысты. Қалғандары осы сырттан келген, сырттан шақыртқан жаңағы практиктер мен эксперттер. Оның ішінде ассоциациялар, тағы да басқа да басқарушы компаниялар, сервистік компаниялар, жергілікті атқарушы органдар көбісі қатысты. Соған байланысты мына ақпараттық түсіндіру жұмыстары әлі де жалғасып келе жатыр. Мысалы, біздің мына акционерлік қоғамның арқасында, қазақстандық орталығының арқасында былтырғы жылда осы Нұр Сұлтан қаласында көп тұрғын кездесулер өткіздік тұрғындармен. Яғни, мысалы, Есіл ауданын алсақ, 8 күн ішінде сол Есіл ауданында әрбір тұрғын алабында, әрбір мектепте осы әкімшілік халықты жинап, сондай насихатты, үгіттеу насихаттау жұмыстарын жүргізді. Ол жерде мына тұрғындарға осы жаңа нысандардың презентациясы жасалды. Презентациясы қазақ тілінде, орыс тілінде өткізілді. Жаңағы тұрғындардың өздері ойлап жүрген, қоя алмай жүрген сұрақтарына көбіне жауап берілді. Қандай жетістіктерге жетесіздер, қандай былайша айтқанда жеңілдіктер болады, соның түгелін реттелді. Ондай жұмыстарда Алматы ауданында да, Сарыарқа, Байқоңыр ауданында да жүрді. Алматы қаласында да шыққан жағдайлар болды. Шымкент қаласында өткіздік. Қазірде ондай былайша айтқанда ақпараттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Айтып кету керек, біздің орталықтың сайты жаңадан жаңғыртылды деп айтуға болады. Ол сайтта осы жаңа нысандарға көшу тәсілдері, механизмдері, инфографика мен видеороликтер көбісі сонда жүктелген. Былайша айтқанда, берілген интервьюлер, берілген статьялар, басқа да керекті ақпарат, оның ішінде норматив құқықтық актілер түгел реттеліп, тізбектелген, мемлекеттік тілде және орыс тілінде бірдей берілген. Тағы да айтып кету керек, осы жаңа нысандарды құру үшін былайша айтқанда шаблондары, керекті құжаттар түгел реттелген. Әрбір тұрғын жаңағы сайтқа кіріп jkh.kz дейміз, 4 әріп z.kh.kz, соған кіретін болса, сол сайтта түгел осы керекті құжаттар орналастырылған. Оның ішінде тағы алгоритм бар. Алгоритм ол қандай мероприятие дейміз, қандай жұмысты қашан жасау керек, бірінен соң бірі реттеліп жазылған. Яғни Қазцентр ЖКХ-ның сайтында бүкіл керекті осы тұрғын үй қатынастағы заңнамаға керекті құжаттар, керекті мақалалар, керекті ақпарат реттелген. Айтып кету керек, осы 19 жылғы заңның ішінде жаңағы өтпелі кезең белгіленген. Өтпелі кезеңде мына жұмыс жасап жатқан пәтер иелері кооперативтеріне 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін жұмыс істеуіне мүмкіндігі бар. Мысалы, сіздің үйде жұмыс жасап жатқан пәтер иелері кооперативтері өз жұмысын жақсы атқарып, жұмысын тиянақты жасап жатса, тұрғындарына
көпшілігіне ұнап наразылығын білдірмесе, ол жағынан онда сіздер тұрғындар ол үйде мүлік иелері бірлестігін құрып немесе жай серіктестік құрып жаңағы жұмыс жасап жатқан пәтер иелері кооперативтерін қалдыруға, жұмыс жасауына қалдыруға болады. Бұл жолы бірақ әрине бірлестікті құрғаннан кейін жаңағы ескі пәтер иелері кооперативімен қоса оған былайша айтқанда шартқа қол қою керек. Келісім шарт бойынша ғана жұмыс істеу керек. Ол кезде сервистік ұйым болып жұмыс жасайды. Бірақ енді 22 жылдың 1-шілдесіне ол жұмысын өзі тоқтату керек, яғни одан кейін жабылу керек. Әрине ол қалған кісілер енді әрі жұмыс жасайын ететін болса, онда әрине өздері олардың мүмкіндіктері бар. Жаңадан мысалы басқарушы компания немесе сервистік ұйым болып кетуі мүмкін. Жаңадан ашу керек оны. Енді мына мүлік иелері бірлестігінде қандай артықшылықтар бар дейміз. Ол біріншіден бірлестік көп мына жергілікті атқарушылардан көп көмек алу мүмкіндігі бар. Оның ішінде кондоминиум тіркеу. Кондоминиум тіркеуге ақша қазір жұмсамайды. Бұрынғы кезінде ескі заңына қараған кезде ол кондоминиум тіркеуге 100% келісім беру керек тұрғындар. Қазір ол жоқ. Қазір 2 адамға да өтініш береді. Бұрынғы механизм болса, ол жаңағы жұмсалатын ақшаны түгел тұрғындар төлеу керек. Қазір ол жоқ. Қазір ол ақша жергілікті бюджеттен жұмсалады. Яғни тұрғындар кондоминиум тіркеу үшін ешқандай шығын шығармайды. Ақша да төлемейді, бүкіл жұмыстарды айтып кету керек, ол тіркеуші орган жасайды. Яғни жаңағы әрбір тұрғынның үлесі дейміз ғой, доля. Ол доляны да үлесін ол жаңағы тіркеуші орган есептейді. Яғни бір өтініш берген жерде бір терезе қағидаты бойынша бір жерден кондоминиум тіркеу алып шығу мүмкіндігі бар. Оның ішінде жаңағы ақша, оған техникалық жаңағы тексеру, жаңағы жұмысты жер учаскесіне арналған жұмыстары, топосъемка дейміз, оның түгелі шығындары жергілікті атқарушы бюджет көтереді. Екіншіден айтып кету керек, ол мысалы мына көп пәтерлі тұрғын үйде лифт бұзылып қалса, ол лифт жарамсыз, ескі болса, оны айырбастау керек болатын болса, онда тұрғындарда есеп шотында ақша болмайтын болса, онда әкімшіліктен көмек сұрау болады, қаржылық көмек. Яғни әрине бұл жерде енді жиналыс болу керек. Жиналыста шешім қабылданғаннан кейін, келісім келгеннен кейін жергілікті атқарушы бюджет ақша бөліп, жаңағы ескі лифтіні ауыстыруға мүмкіндігі бар. Бірақ та ол қайтарым жағдайда. Әрине ол тұрғындар 5-6 жылдың ішінде жаңағы жұмсалған ақшаны қайтару керек. Қазір мына Нұр-Сұлтан қаласында ондай нәтиже жүріп жатыр. Яғни бір пәтер иесі айына 2,5-3 мың теңге төлеп отырып, 7-8 жылда бүкіл лифттің ақшасын қайтарады. Тағы да айтып кету керек, ол мына қасбеттер, тұрғын үйдің қасбеттерін мысалы бір архитектуралық нысанға келтіретін болса, онда оған жұмсалатын қаражат ол жергілікті бюджеттен шығады. Тұрғындар оған ақша жұмсамайды. Енді тағы да айтып кету керек, мына күрделі жұмыс ремонт дейміз ғой, капремонт, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін мысалы мүлік иелері бірлестігі 50% жинап 50% жетпей баратын болса, онда жаңағы бірлестіктің екінші деңгейлі банктен несие алу мүмкіндігі бар. Қайтарым жағдайда несиені төменгі пайызбен береді. Банк сол несиені әрине оны қайтару керек болады. Енді мына кондоминиум тіркегеннен кейін әрине тұрғындар ол кондоминиумға қандай нысандар кіретінін біледі. Мысалы, жаңа ортақ мүлікке жататын тұрғын емес үй жайлары қай жерде қандай ішінде нысан бар, қандай нелер оборудование бар дейміз. Соны түгел реттеген кезде ол жаңа бірлестік кондоминиум тіркегеннен кейін әрине жаңағы тұрғын емес үй жайлары түгел реттеп оларды жалға беру мүмкіндігі бар.
яғни жалға бергеннен кейін сол алынған ақшаны өз үйіне күтіп ұстауына жұмсайды. Одан кейін мына реклама дейміз, жарнама іледі. Әрбір үйде қазір неше түрлі жарнама іліп тұр. Сол жарнаманың иесі мүлік иелер бірлестігіне міндетті түрде ақша төлеу керек. Өйткені ол қай жерге келеді? Ол қабырғаға келеді. Ал сыртқы қабырға ол ортақ мүлік болып есептеледі. Немесе тағы үйдің үстіндегі нелерді алсақ, антенналарды, басқа да жаңағы керекті сол жерге қоятын аппаратура болсын, мысалы. Оларда солардың иесі жаңағы мүлік иелер бірлестігіне аренда үшін несін ақшасын төлеп отыру керек. Яғни сол қабылданған ақша сол мүлік иелер бірлестігіне өз үйін күтіп ұстауға, дұрыстап жұмыстарын өткізуге жұмсалады.